Табиғат үздік суретші сынды, бірақ оның жасаған адам баласының қолы өзгертіп, сол өзгерткені ерекшелік болып көрінетіні бар. Яғни антропогендік өзгерістер. Бұл үдерістің нәтижесі бүгінгі таңда дамыған технологиялармен бірге жаңалықтың соңын ала жаңалық беріп жатыр. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге әлемнің 10 ерекше саябағы жайлы айтамын. Будда саябағы, Лаос. Бұл саябақ Лаостағы діни көшбасшылардың бірі Бунла Сулитаттың бастамасымен жасалған. Жұмыс ұзаққа созылып, Сулитат оны аяқтап үлгермеген. Саябақтың аты айтып тұрғандай, әртүрлі Будда дінімен тығыз байланысты 200 мүсін жинақталған. Оның ішінде Будда, жылан, буддалық мифтердің құдайлары мен батырларының мүсіндері бар. Әр ескерткіш мұқият түрде жасалған, мұны қасына жақын барған адам анық байқайды. Кейбіреулерінің ұзындығы 20 метрге жетсе, енді бірнікі 5 жасар баланың бойына да жетпейді. Саябақ Лаостың Нонг-Хай қаласынан небәрі 5 шақырым жерде орналасқан. Жасылкөл, Аустрия. Жасылкөл саябағы Аустрияның Трагоэс қаласында орналасқан. Ерекшелігі қыс кезінде клумбтар мен аллеялар өз қалпын бұзбайтыны. Саяхатшылар бұл жерге табиғаттың әсем көрінісін тамашалауға, ыңғайлы орындарға отырып-ақ қызыққа қанады. Ал жазда көлдің көлемі ұлғайып 2 метрге тереңдейді. Сол уақытта жасылбақ судың астында қалады. Күнәқарлар саябағы, Таиланд. Бұл орынға психикалық ауытқушылыққа ұшыраған адамдардың кіруіне тыйым салынған. Бангкоктан 40 шақырым жердегі Будда храмының аумағында орналасқан саябақта әр қалыптағы діни аңыз әпсанада айтылған мүсіндер бар. Жасаушылар көпшілікке саябақ атауының екінші мағынасын жер үстіндегі тозақ деп түсіндіреді. Дене қалыптары мен бастары жердің астында деп есептеп, сансыз қолдардың жан ұшыра көмек сұрап жатқанын елестететін саябақ суреттері жан түршіктіреді. Таиландтықтар саябаққа естияр балаларын тәрбиелік мәні бар деп ертіп әкеледі. Өмірде күнә жасасаңдар, осындай азап шегесіңдер деп үндейді екен. Ғарыштық толғаныстар саябағы, Шотландия. Саябақ ашушылар ерлі-зайыпты Чарльз Дженкс пен Меги Чесвиктің айтуынша, бұл демалыс орны келушілерге жер жаһанның және адамдар өмір сүрмейтін ғаламшардың кішкентай кескінін ұсыну арқылы жаңа идеялардың тууына әсер ету. Сол себепті осы орынға заманауи ғылымдармен айналысатындар жиі келетін көрінеді. Бұл саябаққа біртүрлі деген сын есім жарасады. Себебі барлық құрылымдар мен қойылған денелер, заттар біртүрлі қалыпта, біртүрлі түсте. Қысқаша айтқанда, жер бетіндегі адам қолымен жасалған ең таңғаларлық орындардың бірі. Жасампаздық мұражайы, ақш. Жердің пайда болу эволюциясын адамдарға көрсету мақсатында жасалған саябақ. Жасампаздық мұражайы келушілерге алып динозаврлар мен Нұх пайғамбар кемесінің жаңғыртылған нұсқасы ұсынылады. Сондай-ақ әйнек қоршауларда бағзы замандағы жан-жорналардың сүйектері қойылған. Мұражай экспонаттарын көру арқылы жер қалай пайда болған дейтін үлкен сауалға жауап ізделеді. Әрине баршасының тек ғылыми түрде зерттеліп, зердеден өткенін айта кетейік. Кёкенхоф гүлдері саябағы, Нидерланды. Кёкенхоф дүние жүзіндегі қызғалдақ өсетін алаңдардың алыптығымен алдыңғы орынға шығатын танымал мекен. Нидерланды корольдігі дегенде осы Кёкенхоф еске түседі. 32 гектарлық саябақта 100-ден аса гүл түрі өседі. Қызғалдақтан басқа сирен, орхидея, лала гүлдері жайқалып тұрады. Көктемде саябаққа 800 мыңға жуық саяхатшы келеді. Бақ тек наурыз бен мамыр аралығында ғана есігін айқара ашады. Франциско Альварадо саябағы, Коста-Рика. Бұл саябақ нағыз ландшафты дизайнмен жасалған ғажайып орын. Қыдырғандар болса, әр қадам басқан сайын піл мауырлары мен маймылдарға кезігіп отырады. Ал бастысы тірі өсімдіктердің лабиринті. Келген қонақтар саябақ аралап шыққанша өсімдіктерден жасалған жасыл доғадан өтіп, өзгермелі жолдар арқылы жүріп, дене мүшелері мен бет-әлпеті тастардан жасалған алып әйелдің дене қалыбын тамашалай алады. Журонгтегі құстар саябағы, Сингапур. Журонгте дүние жүзіндегі құстардың баршасы бар. Алқаптың негізгі бөлігінде оңтүстік шығыс Азиядан әкелінген құстар шоғырланған.
Дегенмен, көптеген құстардың түрлері Еуропа, Америка, Африкадан да жеткізілген. Қызықтаушы қонақтар саябақты тамашалай жүріп, бір сиқырға таңғалады. Ол құстардың еркіндігі, ешқандай тормен шектеулі аймақтың белгіленбеуі. Қызығы, құстар жағдайы жасалған. Мәселен, пингвиндерге арнайы кондиционер қойылса, қоқиқаздарға үлкен жасанды су қоймасы бар, және тағы басқа. Келушілердің көбі 110-ға жуық түрі бар ақылды тотықұстарды қызықтайды. Арнайы павильондар мен жасанды сарқырамалардың маңында әлемнің әр бұрышында тіршілік ететін 1500-дей құстың түрі бар. Бұл саябақта қонақтарға болмайтын рұқсат берілмеген нәрсе ол құстарды тамақтандыру. Ергежейлілер патшалығы Қытай. Анығында мұны саябақ деуге келмейді. Аз уақыттан кейін ергежейлілер патшалығын тек қана кішкентай адамдар тұратын елді мекен деуге әбден болатындай. Саябақ аумағында арнайы жеке мектеп, аурухана, дүкен сияқты халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс істейді. Бірақ саябақ есігі келушілерге ашылған кезде жергілікті кішкентай адамдар ертегілер еліндегінде киініп, өз үйлерінде экскурсия жүргізеді. Өйткені олардың үй-жайлары да көруге қызығушылық тудырады. Қытай үкіметі бұл орыннан жоғары көлемдегі табыс өндіруді көздемейді. Сол себепті саябақ ретінде емес, елді мекен есебінде қабылданады. Шахмат саябағы, Жапония. Жапондықтардың Осака қаласының жағалауында шахмат ойынының құрметіне арнайы демалыс орны ашылыпты. Жылдар, ондықтар, бабалар, ойыншықтар бәрі шахмат түрінде жасалған. Саябақтың әр жерлеріне шахмат, нарды, дойбы сынды үстел ойындарын ойнайтын қолайлы орындар қарастырылған. Саяхатшылардың тарапынан танымалдылыққа ие болмағанымен, бұл саябақ жергілікті тұрғындар үшін балалармен бірге келіп, бір уақ демалғанға таптырмайтын орын. Саябақтың тағы бір ерекшелігі қолжетімді бағадағы нәрселерден жасалған және экологиялық таза материалдар қолданылған. Егер Жапонияға барар болсаңыз, шахмат саябағына суға кетуді ұмытпаңыз. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury. Кликбас каналынан дауыс үшін кесірім сұраймын. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.